Бұл нағыз қазақ десерті. Тары сметаник. Қарапайым өнімдерден шайға керемет десерт болады. Сақтап ал, кейін жасайсың. Үйдегі қуырылған тарыға ыстық сүт құйып бұқтырып қой. Ал енді онға қопсытқыш пен тұз, қант салып араластырып салқын сары майды қосып крошка жасап ал. Бір дана жұмыртқаны қосып барлығын біріктір. Сонда кез келген сметаникке жарамды жұмсақ қамыр шығады. Қамырды жайып, кесіп ал да қалған қамырдан жиегін жасап шық. Қамырды тоңазғышқа қоя тұр. Қаймаққа жұмыртқа, сгущенка, қант, бұқтырылған тарыны салып венчикпен араластыр. 2 ас қасық кукуруз крахмалын қосып, тағы бір рет шайқап ал. Қамырға салмасын құйып, қызып тұрған пешке қой. Әбден суыған пирогты қалыбынан шешіп, бетіне ганаш жасаймыз. Ол үшін сары май мен шоколадты ерітіп ал. Кейін қаймақты салып араластыр. Ганашты пирогтың бетіне тегістеп жағып шығамыз, ал ең бетіне тары мен талқанды сеуіп әсемде. Рецебі оңай, кім тарыны жақсы көреді жасап көрсін, өте дәмді шығады.